бермедім, себебі бұны ашылуында сәл қиындықтар тудырады. Және осының ішіне кірген кезде көріп тұрсыздар, кез келген сабақтар және де 3D сабақтар бар. Кез келген пән бойынша ол биология, ол география, физика, химия, тағы басқа сияқты. Мысалы, мен осының ішінен таңдап сіздерге алдын ала дайындап қойғаным, мысалы, мынау жердің құрылысы дегенді алдым, және оны сіздерге алдын ала ашып қойдым. Уақыттарыңызды мына жерді жалпы бейнесі көрсетілген, мына жақта соның кез келген көргіңіз келген нәрсені таңдайсыздар. Мысалы, жердің ішкі қабаты дейміз. Жердің ішкі қабаты тек қана әшейін ғана көрсетіп тұрған жоқ, бұл 3D форматында, және де оны оқушы айландыра отырып кез келген қабатын, мысалы, жаңағыдай оқушы көре алады. Үлкейтуге де болады, немесе кішірейтуге де болады. Мысалы, бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, жердің қабырғасында ядро екіге бөлінеді, ішкі ядро және сыртқы ядро. Төменгі мантия, жоғары мантия және де жер қыртысы деп аталынады. Оқушыларға бұның әсері өте мол деп айтсақ болады. Екіншісі, жер шарының сегменттері деген басамыз, егер бізге осы керек болатын болса, жалпы жер қабаттары көрсетілген. Мына жақта қарайтын болсаңыздар, жер қабаттары бүкіл атмосфераны және ядроның бәрін бізге көрсетіп тұр. Мысалы, қайсысын көргеніміз келеді? Сіз қайсысын басатын едіңіз, мысалы? Термосфера болсын. Қайсысын екіншісі? Термосфера дейсіз. Мысалы, термосфераны басамыз, бізге термосфераны көрсетеді мына жерде. Және жаңағыдай оқушыда оны жаңағыдай термосфераны ары-бері жаңағыдай қозғалту арқылы жаңағыдай осыны бақылай алады. Және термосферада көріп отырғандарыңыздай біздің жаңағыдай спутниктеріміз, ракеталарымыз тағы басқаның ұшып жүрген қабаты осы. Мысалы, сіздер таңдап көріңіз, қайсы кез келген, қайсысын көргіңіз келеді, білгіңіз келеді? Жоғары мантия дейді. Жоғары мантия деген таңдаймыз. Жоғары деген мантияны таңдаймыз. Мына жоғары мантияның орналасқан жерін көрсеткен. Қай жерде орналасқаны тағы басқа. Сіздер таңдап көріңіздер. Мезосфера. Мезосфера жердің ең жоғарғы қабаты есептеледі. Сіз мезосфера дедіңіз, айбеттеңіз. Мезосфера дедіңіз. Мына мезосфера дейтін болсақ, мына мезосфера қабатына апарады. Және сол мезосфера қабаттарын былай айландырып отырып, мына бірінші тропосфера, стратосфера, одан кейін аты мезосфера деп атаймыз. Жаңағыдай метеориттердің жаңағыдай қозғалып жүргендігі, қазақтар оны білесіздер, жұлдыздақты деп атайды. Негізінде ол жұлдыз еш уақытта ақпайды. Ішкі ядро дейді. Ішкі ядро мына. Стратосфера. Ішкі ядро десек, мына ішкі ядроны көрсетеді, және де оңында көріп отырсыздар, ары-бері оқушылар қозғалтып көруіне мүмкіншілік бар екен. Самолет негізгі основном тропосферада ұшады. Негізгі бөлігі да. Бірақтан анау әскери ұшақтар бар ғой. Әскери ұшақтар стратосфераға шығу мүмкіншілігі бар. Бірақ пассажирский өзіміз жолаушылардың ұшағының бәрі де осы тропосферада көріп отырғаныңыздар бүкіл ұшақтар, самолеттер, одан кейін жауын-шашын, қар, жаңбыр бәрі де осы тропосферада болады. Одан кейін барып, мысалы, Хима дейтін болса, мысалы, Химасын жалпы алыстатып деп көрсетеді бізге полный жаңағыдай обзор, былайша айтқанда да. Мына осыны айландыра, қозғалта отырып бақылауға болады. Және мына тапсырма деген бар. Мысалы, оқушыға тапсырма бергіңіз келетін болса, автомат түрде тапсырманы, мысалы, тест сияқты жердің су қабаты қалай аталады деді. Мысалы, ол гидросфера деген басақ, дұрыс деген сияқты. Келесі, экзосферада температура қаншаға барады деді. Мысалы, 1000 дейді. 1000 дегенді басамыз, әрине дұрыс деп тұр. Сол сияқты осылай кете береді. Анимация керек болатын болса, анимацияны басасыздар. Осы жерде бізге жаңағыдай алдын ала дайындалған анимациялық жаңағыдай бейнелерді көруіміз керек. Жердің ішкі құрылымын зерттеу қиын. Тіпті жерді бұрғылаудың ең озық әрекеттерінің өзінде жер беті қиындықпен тесіліп, нәтижесі жалпы радиус. Жалпы осы. Енді келесі сіздерге көрсетуге жатқан